Muslimat KZ қыз келіншектер сайты ұсынады. Ең бірінші болып жұмаққа кіретін әйел. Бірде Фатима анамыз, Алла оған разы болсын, өз әкесінен, ардақты пайғамбарымыздан, Алланың оған игілігімен сәлем болсын сұрады. Уа менің сүйікті әкетайым, әйелдерден бірінші болып жұмаққа кім кіреді? Сонда Алла елшісі, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, анау пәлен үйде тұратын бір әйел бар. Жұмаққа бірінші кіретін сол. Фатима анамыз, Алла оған разы болсын, қатты қызығып, ол тіпті менен де ерте кіреді ме? Иә, тіпті сенен де ерте кіреді. Егер қаласаң онымен танысып, нендей себептен сондай мәртебеге ие болғанын біліп қайт. Хазірет Фатима бұл кісіні көруге қатты құмартады. Бір күні сол айтқан үйге барып, есігін қағады. Арғы жақта қартайған бір әйелдің бұл кім екен деген дауыс шығады. Хазірет Фатима анамыз өзінің кім екенін түсіндірді. Жаным саған құрбан болсын. Уа Алла елшісінің қызы, мен сенімен қатты танысқым келген еді. Алайда көшеге шықпайтынымнан саған бара алмадым. Сенің бұл келгенің Алланың маған берген нығметі. Алайда кешірші мені, саған есікті аша алмаймын. Себебі отағасынан рұқсат алмадым. Сен ертең келе аласың ба? Мен бүгін рұқсат сұрап қояйын. Хазірет Фатима анамыз кері қайтып, ертеңіне өзінің ұлы Хасанмен, Алла оларға разы болсын, барып әлгі үйдің есігін тағы қағады. Алайда Фатима анамыздың, Алла оған разы болсын, жалғыз емес екенін әйел түсінеді де, кешіріңдерші, мен отағасынан тек саған ғана рұқсат алған едім. Қаласаң өзің кіре ғой, алайда ұлыңды кіргізе алмаймын. Немесе ертеңге дейін күте тұр, мен рұқсат алайын. Сосын екеуің бірге кірерсіңдер. Сөйтіп Хазірет Фатима анамыз ол әйелге екінші күні де кіре алмайды. Үшінші күні Хазірет Фатима өзімен екінші ұлын Хусейнді де, Алла оларға разы болсын, алып алды. Келген үйіне кіре алмай, дәл солай кері қайтып кетеді. Төртінші күні әйел үйіне бәрін кіргізді. Себебі отағасынан бәріне рұқсат алған еді. Сөйтіп Фатима анамыз, Алла оған разы болсын, үйге кірген кезінде таң тамаша болды. Оны өте сұлу әрі жас әйел күтіп алды. Мен есік артынан сөйлескенімде жас үлкен апаның даусын естіген едім. Иә, бөгде ер кісілерді даусым еліктірмес үшін ортыма тас салып алған едім. Ал қазір алып қойдым. Фатима анамыз, Алла оған разы болсын, көзіне жас алып, бұл әйелдің жұмаққа неліктен бірінші болып кіретінінің себебін түсінді. Уа Алла елшісінің қызы, мен ерімнің алдындағы өз міндеттерімді тиісті түрде атқара алып жатырмын ба? Алла алдында осы үшін жауап беруіме тура келеді ме деп қорқамын. Фатима анамыз, Алла оған разы болсын, пайғамбарымыздың, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, хабарын жеткізеді. Сені маған пайғамбарымыз, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, жұмаққа бірінші болып кіретін әйел деп баяндады. Сенің істеп жүрген ісіңнің бірде біреуін өзге әйел істей алмайды. Біраз әңгімелесіп болған соң, Фатима анамыз, Алла оған разы болсын, үйіне қайтты.